25 мамыр алтын ұя мектеппен қоштасатын сәт. Соңғы қоңырау күні. Жалпы, сіз қоңыраудың пайда болуы жайлы білесіз бе? Платон қазіргі қоңыраудың атасы деп аталады. Себебі философ кезінде балаларды су сағатын пайдаланып, сабаққа шақыруға шешім қабылдаған. Ол түтікпен жалғанған екі ыдысты алды. Су төбеден төменге қарай ағып, ауа сыбызғыға қарай ұмтылды. Ол дыбыс шығарды. 17 ғасырда чех мұғалімі реформатор Ян Амос Каменский сынып сабақ жүйесін қолданып, сабақты қоңырау арқылы аяқтау идеясын ұсынған болатын. 19 ғасырда ағылшын инженері Уильям Стерджен әлемдегі алғашқы электромагнитті жасады. 19 ғасырдың 50 жылдарында Джон Мирант бұл ойға қоңырауды қосқан болатын. Сөйтіп, электрлік қоңырау осылай өмірге келді. Сол тәріздес сіз мектеп партасының тарихы жайлы білесіз бе? Мектеп партасы сыныптың негізгі құрылғысы. Тақта мен партаның көмегінсіз сабақ жүргізу әсте мүмкін емес. 1870 жылы алғаш рет оның дұрыс нұсқасын Эрисман жасап шығарған. Дәл сол үлгі бүгін бізге қайтып оралды. Әлемнің әртүрлі елдерінде соңғы қоңырауды әрқилы атап өтеді. Атап айтсақ, Польшада бұл мереке соңғы оқу күнінде емес, мектеп бітірерден тура 100 күн бұрын өткізіледі. Скандинавия елдерінде, Норвегия мен Швецияда мектеп бітіру дәстүрлері өте ұқсас. Бұл күні түлектер дәстүрлі теңіз фуражкілерін киіп, олардың астарына мұғалімдер тілектерін жазады. Ал Америка құрама штаттарында кеш ұйымдастырылып, ол кешке оқушылар жұп болып қатысады. Кештің соңында кеш патшасы мен патшайымы сайланып, таққа отырғызу міндетті түрде өтеді. Дәстүрлі қытайлық бітіру рәсімдерінің бірі ол оқу құралдарын жою. Мектеп оқушыларынан құрылған ұйымдасқан топ тақталарды, қарындаш қораптарды, қаламдарды, дәптерлер мен портфельдерді сындырып, жыртып, таптайды. Ал Қазақстанда 25 мамыр білім нәрімен сусындатып, әлеммен таныстырып, мәдениет пен өркениетті үйрететін қасиетті ордамен қоштасатын сәт. Қимастық сәті. Бұл күні алтын ұя мектебін бітіріп, бала шақтан болашаққа қанат қаққалы отырған оқушыларымыз мектепте жиналып, ата-аналар, ұстаздардың қатысуымен соңғы қоңырау соғылып, оқушыларға сәт сапар тіленеді. Баршаңызды бүгінгі соңғы қоңырау күнімен құттықтаймыз. Асыл армандарыңыз орындала берсін. Аттанғалы отырған болашақтарыңыз жарқын, жолдарыңыз ашық болсын.